Міне ағайын, алдарыңызда домбыраны оңай әдіспен үйренуге арналған кітапша. Шағын кітапша, ішінде 7 ән бар. Домбыраны 0-ден бастап қалай үйрену керек, барлығы жазылған ішінде. Қараңыздар. Осы кітапшаны алсаңыздар, домбыраны үйрене аласыздар. Міне, әдіс жазылған. Осылай сандар арқылы домбыраны қалай тарту керек, барлығы жазылып тұр. Міне, мысалы 2 санды санап табасыздар. 5 пен 7. Мұны қағысы төмен, жоғары. Мына сандарды домбырада санап тауып, 5, 7 үстіндегі санды домбырада үстінен басасыздар, астындағы санды астынан. Сөйтіп қағысын жасайсыздар. Тек қана сандарды санап табасыздар, міне осылай. Әрі қарайда дәл солай санап таба бересіздер. Мынау бір қағыс, мынау бір қағыс болады. Өте оңай әдіс. Ішінде 7 ән бар, хит әндер бар, осы тартуға арналған жақсы әндер. Қалай отыру керек домбырада, бұл да жазылған. Міне аягөз қайда барасын, жақсы адамдарым, міне дәл осы әдіспен жазылған, барлығы өте оңай әдіс. Мен қазақпын әні бар, түрлі арман әні бар, міне көрдіңіздер ма? Оңай әдіс өте. Үйреніп кете аласыздар, осы кітапшаны алсаңыздар. Мен 100% кепілдігімді бере алам, өйткені осы әдісті өзім жаздым, мына компьютермен өзім теріп жаздым. Міне сөздерімен дайын тұр. Барлығы дайын, тек ерінбей кітапшаны алсаңыздар болды. Мән беріп